Платон көрнекті ежелгі грек философы, Сократтың ізбасары және Аристотельдің ұстазы. Платон деген кең иық деп аударылатын бүркеншік ат, ал ойшылдың шыны есімі Аристокл деп есептеледі. Басқа нұсқа бойынша Аристокл есімі Платонның өзі қайтыс болғаннан кейін пайда болған жалған есім. Платон Афинада өз мектебін, яғни академиясын құрды. Оның академиясында студенттер философиялық, ғылыми және теологиялық тақырыптардың кең ауқымын зерттеді. Бұл мектепте кез келген азамат білім ала алады. Оқу ақысы ерікті болды. Платонның мұрасы бүгінгі күнге дейін толығымен сақталған жазбалардың бай жинағы. Ол корпус платоникум деп аталады. Ол өз еңбектерінде маңызды ұғымдарды анықтау мәселелерін көтеріп, философиялық категориялардың мағыналарын жан-жақты қарастырып, белгілі философтардың іліміне салыстырмалы талдау жасайды. Платонның философиялық жүйесі оның шығармаларында толық ашылды. Оның көптеген идеялары ұстазы Сократтың аузында деп айтылған. Жалпы алғанда Платон философиясы келесі салалардан тұратын үйлесімдік композиция ретінде ұсынылған. Олар: онтология, диалектика, жан туралы ілім, білім туралы ілім, адам туралы ілім, әлеуметтік саяси теория және этика. Олар бірігіп идеалистік жүйені құрайды. Болашақта бұл жүйе батыстық та, араб-мұсылмандық философияда да көптеген концепцияларға негіз болды. Көптеген диалогтарда Платон тек абсолютті болмыстардың шынайы болмысы бар деп жазады. Олардың шындығы кеңістік уақыт шарттарына тәуелсіз. Платон бұл болмыстарды эйдос деп атайды. Платонның эйдосы заттың мәнін, оның эталонын, болмыстың ең кемел формасын, белгілі бір нәрсенің ақиқатының ең жақсы нұсқасын білдіреді. Сонымен бірге Платон ешбір жағдайда эйдос заттар мен кеңістіктің бар екендігін бөліспейді. Платон оларды ғаламның мәңгілік қалыптасуының бір тұтас процесі ретінде қарастырады. Бұл болмыстардың әр қайсысы мүмкінден нақтыға өтудің өзінің онтологиялық функциясын қатаң түрде орындайды. Платон болмыс туралы айта отырып, оны шындық ретінде сипаттайды. Болмыстың шеңберінде оның әрбір элементін қарама қайшылықтардың бірлігі ретінде қарастыруға болады. Пайдалы деп санауға болатын кез келген нәрсені зиянды деп санауға болады. Бұл Платонның ойынша болмыстың қарама қайшы мазмұнының мәні. Жалпы алғанда платондық диалектика 5 құрамдас бөлікке құрылған: болмыс, қозғалыс, әрекетсіздік, сәйкестік және айырмашылық. Платон философиясындағы жан туралы ілім көрнекті орын алады. Платон өзінің диалектикасына сүйене отырып, жанды денеге қарама қайшы ойлайды. Тәннің материалдық, яғни өтпелі, тез бұзылатын сипаты бар, ал жан мәңгілік, жойылмайтын болмыс. Платон философиясында қоғамның саяси структурасы туралы идеялар маңызды орын алады. Ол мемлекет деген трактатында әділеттілікті бірінші орынға қояды. Азаматтар тарапынан дұрыс түсініктікпен әділеттілік тұрақтылыққа әкеледі. Адамдар арасында еңбектің пайда болуы мен өнім алмасу қажеттілігі туындады. Адамдар заңмен қорғалатын қауымдастықтарға біріксе, еңбек өнімдерін айырбастау қолайлырақ екенін түсінді. Платонның пікірінше идеалды саяси жүйенің құрылымы келесідей болу керек. Біріншісі, мемлекетті ойшыл басқару керек. Екіншісі, мемлекетті қорғайтын күзетшілер болу керек. Үшіншісі, қалғандары қарапайым азаматтар. Басқа сөзбен айтқанда, асыраушылар. Платон мемлекеттердің мынадай типологиясын да береді. Аристократия немесе монархия ең жақсысы, тимократия, олигархия, демократия және ең жаманы тирания.
Платонның философиясы көп жағынан ерекше. Бұл көптеген ізбасарларды да, Платон философиясын сынағандарды да тудырды. Алайда оның ізбасарларының ішінде бір ірі философ ерекшеленеді. Атап айтқанда, оның аты Аристотель.